Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын сосиска в тесте рецептісімен бөліскім келеді. Бұл тағамды менің балаларым өте қатты жақсы көреді. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменге жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз, оның үстіне ашытқымызды саламыз және қант пен тұзды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Енді кезекті күнбағыс майын құямыз. Енді аз-аздан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде осындай қамыр шықты. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамыр менде дайын болды. Міне 1 сағат өтті. Енді ыдыстан қамырды алатын боламыз. Дайын қамырымызды оқтаумен жаятын боламыз. Қалыңдығы 3-4 мм болуы қажет. Видеода көрсетілгендей еш қиындығы жоқ. Оқтаулап жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей жолақтарға кесіп шығамыз. Жай ғана дөңгелете отыра осылай сосиска в тестені жинауға болады. Барлығын пергамент қағазына салып шығамыз. Бұл рецептпен шамамен 12 дана шығады. Бір жұмыртқаны қамыр бетіне жағып шығамыз. 180 градуста 30-40 минут ішінде пісіріп аламыз. Мен рецептім бойынша сосиска в тесте осымен дайын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Егер видео ұнаса достарыңызға таратыңыздар. Сау болыңыздар.